Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен королевский салат дайындайтын боламыз. Алдымен тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Бұл салатқа 2 сәбіз, 3 жұмыртқа, 4 картоп және майонез қажет болады. Пальгаға осылайша 4 бұрышты қылдырып, ұсақ турауыштан өткізілген сәбізімізді жайғастыра бастаймыз. Әдемілеп, арасы ашылмайтындай үстіне тұз сеуіп, сетка қылдырып, майонезімізді құя бастаймыз. Ешбір бұрышын ұмытпай, барлық жеріне құйып шығамыз және ірі турауыштан өткізілген картопымызды да дәл солай үстіне жайғастырамыз. Үстіне тұз сеуіп, сетка қылдырып, майонезімізді осылайша құйып шығамыз. Менде бұл салафанға құйылған майонез, негізі одноразовый мешокпен қолдансаңыз болады. Ешқай бұрышын ұмытпай, әдемілеп, арасын ашпай осылай құйып шығасыздар. Келесі қабатымыз ұсақ турауыштан өткізілген жұмыртқа. Оның үстіне тұз сеуіп керек емес. Сетка қылдырып, майонезімізді осылайша құйып шығамыз. Үстіне жасыл пияз бен укропымызды сеуіп шығамыз. Барлық жеріне осылайша әдемі қылдырып, және бір шетіне балығымызды саламыз. Менде селедка, қызыл балық болса болады. Селедкамен де өте дәмді болып шығады. Рулетімізді орай бастаймыз, әдемі қылдырып, және тоңазытқышқа 6 сағатқа қойып қоясыздар. Алдын ала тарелкаға салат жапырағын салып, үстіне рулетімізді орналастырдық. Енді икрамен әсемдейміз. Мен қызыл және қара икраны кезектеп салдым. Жан-жағына майонезбен әдемілеп әсемдеп, майонезімізді құямыз. Салатымыз дайын болып қалды. Баршаңызға ас болсын.